Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, кезекті сұхбатымызға қош келдіңіздер. Бүгін менде қонақтарым, сүт бетіндегі қаймақтарым, физиктерім, оң жағымда Ораққали, сол жағымда Жанерке. Қош келдіңіздер. Бүгінгі сұхбатқа уақыттарыңызды бөліп келіскендеріңізге алғыс білдіремін. Сөз кезегі өздеріңізде, өздеріңізді таныстыра өтсеңіздер. Менің атым Ермұқан Ораққали. Мен Маңғыстау облысынан келген Айқанатта оқушы болып табыламын. Айтарым сол. Өзіңіздің қызығушылықтарыңызды, хоббиларыңызды айта кетсеңіздер. Футбол ойнайсыз, волейбол ойнайсыз, шахмат па, тағы бір нәрселер ойнайсыз? Жоқ, менің шахматтан да, футбол мен волейболдан да екеуім жоқ адам екенін түсіндім. Бірақ қатысып көрдіңіз, иә? Қатысып көрдім, өтірік болса да. Күрес ше? Күрес, оған да күресте өзім басқа уақыт таппаған соң бара салдым. Бірақ бұл да жаңа дағды қалыптастыру ғой. Сіз көрдіңіз, менікі емес, яғни болды қалдырамын деген сияқты. Жоқ, қалдырамын дегенде ондай емес қой. Кез келген спорт түрінде де өзінің қалай айтады хитростері болады. Соны үйренгіңіз келді ме? Үйренгім келді. Үйрене алдыңыз ба? Білмеймін, айта алмаймын солай. Жақсы, рахмет. Сөз кезегін Жанеркеге берелік пе? Жанерке. Менің есімім Жанерке, мен Алматы облысынан боламын. Қызығушылығым өте көп. Өте көп иә сізде. Кішкентай кезімнен бимен айналысқам. Сосын период болып музыкальный мектепке барғанымда болған. Сосын осында келгелі волейболмен айналысам. Кітаптар оқығанды жақсы көремін. Әртүрлі кітаптар, әлем әдебиеті. Осы жаққа келгелі бері қазақ әдебиетін оқитын болдым. Керісінше. Ертеңгі сияқты емес. Тағы? Болды? Волейболдан прям немедесіз ғой, негізгі командадасыз. Сондай-ақ футбол ойнамайсыз ба? Орда үшін ойнағаным бар. Теннис ойнаған жақсы көремін. Иә, біздің оқушылар негізі 8 қырлы, бір сырлы. Айтуға ұялып тұрма. Бірақ осындай 8 қырлы, бір сырлы оқушыларым, физиктерім. Осы Ораққали да, Жанерке де бізге нуға түсті. Құттықтаймын сіздерді. Өте қаншама еңбекқорлық, табандылықтың нәтижесінде сондай дәрежеге жеттіңіздер деп ойлаймын. Осы нуға қалай дайындалдыңыздар және нуға түсті деген кездегі эмоцияларыңыз қандай болды? Нуға дайындықтан негізгі адамдардың көбісінде болады бар, ол логикалық ойлаудың жетіспеушілігі деп ойлаймын. Адам егер логикалық ойлау білмесе, оған көптеген формулалар мен білімді өзіне қабылдау қиын болады. Әрқашан кітапты жаттай бергенде болмайды. Сол себепті алдымен логикалық дамытуды жеткілікті меңгеру керек секілді. Сіз қалай логикаңызды дамыттыңыз деп ойлайын ба? Мен 5 сыныпта менің ұстазым олимпиададан қыздар алмайтын адам еді. Ол кездері демалыс күндері болғандықтан, демалыс күндері жақындап келе жатқандықтан балалардың көбісі уже бастамай, демалыстар өздігінен басталып кетті. Сол кезде сынымызда 6 адам қалған болатын. 6 адам ішінде жалғыз мен болдым. Сол себепті мені алып кеткен болатын. Олимпиадаға ма? Иә, сол кезде ұстаз мені таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 8-ге дейін ұстап дайындататын еді. 5-ші сыныпта? Иә. Олимпиада сол бетімен бардым. Сол бетімен бардым да тек 2 есептен шығара алдым. Одан өтіп кеттім. И сол кезде түсінген нәрсем, что адамдар қатты вундеркинд адам ешқашан болмайды екен. Әрқашан да әр нәрсенің бір хитростері болады. Енді осы нуға дайындалдыңыз, білдіңіз хитросттарын дайындалудың, яғни жолдарын білдіңіз деймін ба? Түсіндіре алдым ба? Дайындалдыңыз, сосын сізге келді бір хат келеді ғой, не дейді ол хатты? Оффер келеді, сол кездегі сіздің эмоцияңыз қандай болды? Әлде сіз 100% сенімді болдыңыз, мен түсемін нуға деген сияқты болды ма? Мен түсемін деген 100% уверенности болды, бірақ мен ондай төмен балаламын деп ойлаған жоқпын. Өмірлі, мен де сөйтіп ойлағанмын. Мен кемінде 200 аламын ба деп ойлаған адам едім. Қатты көрдім да ұялып қалдым. Себебі алдыңғы жылы түлектер ондай тупой болды ма, сөйтіп салатындай деп ойлап қойып едім. Мен де ойлайтын бұрын, мен келесі жылы міндет тапсырғанда біздікіден жоғары аламын деп ойлағанмын, бірақ өзім түсінемін. Бірақ менде де сенімділік болды, 100% түсемін деген. Дайындыққа байланысты Ораққалимен келісемін. Логика и кішкене ойлау қабілетім. Мысалы, есеп шығарғанда математикада ең маңызды тек берілмеу да. Любой зат көру керек, любой
тосып көру керек, Мгм. есеп шығару керек, есеп шығарудың. Мгм. Менде тоже период болды Мгм. олимпиадаға дайындыққа қатысып жүрген кезде, бірақ ол аптасына бір ақ рет күніне 4-ақ сағат қана орақ сағат 8-ден отырған жоқпын. Мгм. Ол кезде менен үлкендер де болып, мен Мгм. 8 оқығанда 9, 10, 11 оқитындар да қатысатын. Мен дым түсінбедім. Тақырыптар жоғары сыныптардікі, мен дым түсінбедім. Бірақ маған бір бергені ол жай бір есеп көрсем, оны шығара алмаймын деу керек та. Бетіне просто бар, кейбіреулер проблема есепті көреді да, бетіне қарап мен шығара алмаймын мынаны дейді да. Хотя оны просто қайта шығарып көру керек та, әртүрлі жолдарын көру керек Иә, дейсің иә, ғой. иә. Менің ойымша осы сіздердің қасиеттеріңіз өмірде де өте қажет сияқты. Мысалы өмірде бір мәселе болып тұр, проблема болып тұр, сіз айтасыз, ой мен мына мәселені шеше алмаймын деп мен кетіп қалуым мүмкін ше. Мысалы қиын есепті көргенде ой мен шығара алмаймын деп мен кетіп қалуым мүмкін. Ал сіз қандайсыз? Мен мына проблеманы көріп тұрмын, мен былай шешіп көремін, былай шешіп көремін, былай. Яғни бұл есептің шешудің түрлі жолдары бар, мен соның барлығын қолданып көремін деп қолданады екенсіз. Соның байқадым ол өте күшті қасиет па, қабілет па, не десем болады. Себебі өмірде кез келген өмірде проблема болған кезде сіз былай шешіп көресіз, былай мен сияқты мысалы жоқ мен шеше алмаймын деп артқа қарай қайтып кетпейсіз да. Бұл өте күшті қасиеттеріңіздің бірі деп ойлаймын. Сондай ақ менің байқағаным екеуіңізде андай логиканың дамуы дейін ба, не десем болады оны, соның логикалық интеллекттің дамуына себепші болған сіздердің олимпиадаға дайындалуларыңыз ба сонда? Иә. Яғни олимпиада оқушыға өте маңызды деуге бола ма? Олимпиада емес, база шығар. Меніңше олимпиадаға жайдан жай адамдар ала бермейді ғой, кішкене базасы бар адамдар алады да. Мүмкін мектепте оқыған кезде, 1-4 сыныпқа дейін оқыған кезде математиканы андай қиын зат сияқты емес, кішкене білмеймін, база жақсы болған сияқты жай. Бізде көбінесе мынандай ғой, математиканы Ораққали өте жақсы көреді. Жақсы көргенсіз былтыр, білмеймін қазір қандай екеніңізді, прям физикадан қарағанда математиканы жақсы көресіз ғой сіз, иә? Иә, Себебі физикада теория бар. Иә, теориядан қадалады бізде Ораққали. Алдында ұбт тапсырып айтады, ұстаз мен теориядан қадалдым тағы да дейді ғой. Бірақ физиканың барлығын, есептерінің барлығын, қиын болсын, оңайлардың керісінше шатасып кетесіз, иә, қиындарының барлығын, бүкіл қиын есептердің бәрін Ораққали шығарады, жақсы көреді шығарғанды. Сол да, не айтайын деп жүріп едім осы кезде? База туралы? Иә, база туралы ғой, иә. Яғни біз математиканы былай айтады ғой, математика не үшін керек? Бізде оқушыларда мынандай бар ғой, стереотип па, таптаурын ба, қойшы математика өмірде керек емес дейді. Сіздерге олардың жауаптарыңыз: математика керек емес, физика керек емес. Зачем? Біз өмірге не үшін қажет математика мен физика деген бар ғой. Соларға, сондай оқушыларға айтар жауаптарыңыз бар ма? Сіздер оқымай ақ қойыңыз, физиканы не істейсіз? Мен оқи салайын сіздер. Осы мен атынан өтініш сұрап жүресіздер. Сол ойлап қойыңыз, математика ол финансылық білім жайды, онымен қоса сіздің қазір телефонмен барлық құралдарын ұстауы осы физика математикаға байланысты болып тұр. Телефон болмағандықта сіз дейтін көшеде шаруа болып жүре жүрмедіңіз деген ой болады да. Сіз телефон тапқан zaman бұл көптеген өміріңізді жеңілдетіп отқандықтан сіз математика физика қажет емес деп отырсыз. Бірақ көптеген нәрсе сол физика математика оқыған адамдар арқылы шығарылып отыр. Негізі иә, бірақ адамдардың әртүрлі қызығушылықтары болады. Біреулер математика ұнайды, физика, біреулерге ұнамайды, математика ұнамайды деген сияқты. Мен үшін ол қалай? Мен просто мысалы бір жаңа тақырып көремін, бір есеп көремін, маған ол ойын сияқты да. Мен мына есепті шығара алсам, мына тақырыпты түсінсем, ол маған жеңіс болады да. Білмеймін, маған қызық, жаңа зат білген, жаңа зат істей білген, есеп шығарған кезде sense of achievement болады ғой. Ораққалида бар шығар, иә. Ана қиын есепті шығарып болғаннан кейін өзің андай мақтаныш сезім бола ма? сондай болады. Білмеймін, қандай кеңес беруге болады. Әркімнің қызығушылығы әртүрлі, просто осы өмірде өз орындарыңызды тапсаңдар болды. Иә, міндетті түрде физика математиканы оқи беру міндетті емес. Сіздер гуманитарлық мамандықта оқып жүріп те адамзатқа пайда тигізуіңізге болады. Себебі математиканың физика сөзсіз енді көптеген нәрсе шеше алмайды. Ол адамның эмоциясына әсер ете алмайтын нәрселері бар. Сондықтан мен гуманитар технарь ойым келмейді адамдарға. Олай бұл себебі қате ойлау. Осы мен айтарым, егер логикалық білімді қатты көтергіңіз келіп тұрса, кітаптағы стол есептерін шығара салыңыз деп айтқым келеді. До конца отырыңыз, күн шықпасын, 2 күн шықпасын, 3 күн шықпасын, сізде бір күні интуиция пайда болады. Сіз есептің хитростарын көресіздер, адам күтіп жатқан. И сондайлар көре бастағаннан кейін сізге логикалық интуиция пайда болды деп айта салуға болады.
Ол да бар. Сосын сіздің үйретіп жүрген сабақта айтып едіңіз ғой, карате пацан көрсетіп едіңіз ғой бізге есептерді қайта шығару. Білмеймін, менде перфекционист болған соң ба, оңай болсын қиын болсын мен бүкіл есептерді шығарғым келеді да. И С тобын шығар дейді, ол да бар, иә, С тобын обязательно шығару керек та, бірақ А тобында мен үшін ол маңызды. Оңай есеп болса да, бір қосу есептері болса да шығарса кішкене как будто басқаларға қарағанда көп зат істегендей боласың да. Перфекционизм да бар. Сондай ақ бұл да немене кемелдену құндылығы ғой, яғни табандылықты. Өйткені сіз айтасыз, мен С деңгейінің есебін шығарып тұрмын, маған не үшін А деңгейінің есебін шығару керек деген сияқты оқушылар да болады. Сізде бола ма сондай? Иә, болады. Өйткені үй жұмысын шығарған кезде мен 20-30 есеп берген кезде кейбір оқушылар бар, бәрін шығарып береді. Вроде ол оқушы бәрін біледі, бүкіл есепті. Мысалы сіз бәрін білесіз, но сонда да сіз бүкіл есепті шығарасыз. Ораққалидың да шығаратынын білемін, бірақ ол таңдап алады. Мына есептер ұқсас, мен шығармаймын деген сияқты ғой. Яғни бұл жерде адамға осы бүкіл есепті шығару арқылы оқушының бойына табандылық құндылығы дариды деп ойлаймын. Яғни бір істі бірнеше рет істеу арқылы сіз сол істің шебері боласыз деп айта аламын да. Бірақ мысалы ораққалиға керек емес, бірақ бағалау үшін керек. Сөйтіп сондай ұстаздар бар деші, қинайтын бүкіл есепті шығарып қоятын. Жақсы. Сұрақтарыңыз бар ма? Болашақ нуға түскісі келетін оқушыларға қандай кеңестеріңіз бар? Ағылшын уровень көтеріңдер, кітап оқыңдар ағылшынша. Иә, ағылшынша егер тез оқи алмасаңыз, андағы бір тапсырмаға 2 минуттан кететін болады. Single skills'та сізге өте қиын болады. Сосын problem solving'ті ұзақ отырмауыңызды сұраймын. Себебі problem solving'ті сіз отырсаңыз да түсінбейсіз. Анда сізге бар болған 2 сөйлем береді. Андағы ойынның правиласын түсінбей шығару қиын болады. Сіз уақыт жетіспейді. Оданша анда критикалық сөйлемдер жайлы, ойлау жайлы тезірек шығарсаңыз, problem solving'ті отырмай ақ қойыңыз. Егер problem solving пен critical thinking'тен алып шыққыңыз келсе, онда тек практика жасау керек. Себебі problem solving'та в основном әртүрлі задачалар береді, әртүрлі условиялар береді. Сен ол условиялардан гибкий болу керек та. Ана алдыңғы есепте ұмытып жаңа есепке көшу үшін кішкене гибкий болу керек. Сосын бір түсінгенім, біздің problem solving'тара кембридждікке келетін болғандықтан, андағы бір ойын ретінде берілген логикалық сұрақтар олар қазақтарға қиын болады. Себебі онда бізде ойындар болмағандықтан, ойынның правиласын түсінбегендіктен біздегі тұрғындарға қиын болады да, ал Америкада Англияда тұратын адамдарға ол ойындар правиласын түсіну жеңіл болады, және ол шығару да жеңіл болады. Ал математика келетін болсақ, чисто бүкіл тақырыптарды өтіп болғаннан кейін практика жасай бер. Сосын андай болады кейде, мысалы қате кететін кезде, тупой жерден қате кететін болады ғой. Соған внимательно болу керек. Басында километр сағат жайлы сұрауы мүмкін, соңында метр секундпен жауап беруіңізді сұрауы мүмкін. Сол кезде өтірік әдейі километр сағатпен бір жауапты бере салуы мүмкін, бірақ ақыр соңында метр секунд шығару керек екенін есіңізге түсіретін болады. Critical readingға совет просто тексті түсіну керек, ол үшін уровень керек. Ағылшын тілін оқу керек, математикадан база жақсы болу керек, сосын логика ма? Логикамыз мықты болу керек. Сосын егер сұрақ жауап дейтін сұрақтың ішінде ғана болады, сырттай ойламай ақ қойыңыз. Егер сырттай ойланатын болсаңыз, қателесе бересіз әрі қарай да. Құнды советтер түсінікті болды деп ойлаймын. Пайдалы болды деген үміт, пайдалы болады деген үміттемін. Себебі нуға дайындалған түскен оқушылардың сіздерге беретін кеңесі осы. Сәттілік сіздерге. Қанша минут болды? Жалғастыра берейік пе? 13 па? Онда осымен сұхбатымызды аяқтайық, келесі сұхбат жасайық, онда.